Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ғалымдарды марапаттау рәсімінде сөйлеген сөзінде алдымызда тағы бір маңызды міндет тұр. Біз жас ғалымдар ғылыммен алаңсыз айналысуы үшін қолайлы жағдай жасауымыз қажет. Өйткені қазақ ғылымының болашағы көзі ашық, көкірегі ояу, ойы ұшқыр және мақсаты биік жастардың қолында. Талапты әрі талантты азаматтар келешекте ұлттың шамшырағына айналады. Олар Қаныш Сәтпаев сияқты алып тұлғалардың жолын жалғайды деп айтты. Өңірімізде балалардың білім алу үрдісінде дарындылығын ашып, дамыту, оқушылардың интеллектуалды және шығармашылық тұрғыдағы қабілеттерін нығайтуда қолдау таныту Павлодар облысы білім беру жүйесінің алдында тұрған басты міндеттерінің бірі. Бүгінгі таңда облысымызда мектеп оқушыларының зияткерлік дамуы бойынша мол тәжірибе жинақталып, республика бойынша ең тиімді жүйе ретінде таратылып келеді. Химия пәнінен Қаныш Сәтпаев атындағы халықаралық олимпиадасында Бектұрсын Дәрияның қола медалі. Франция мемлекетінде Бардо қаласында өткен қыздарға арналған еуропалық математикалық олимпиадасында Катунина Юлияның күміс медалі. Жасөспірімдер арасында халықаралық олимпиадасында Перепелица Даниилдің күміс медалі. Халықаралық Азия тынық мұхиты олимпиадасы және Жібек жолы Жәутіков халықаралық олимпиадасында Шубладзе Юрий, Амантай Рахаттың күміс қола медальдері. Сочи қаласында өткен биологиядан халықаралық олимпиадада Қайыркен Ерсұлтанның алтын және Белалов Нұралидің күміс медальдерін атап өту маңызды. Биылғы жылы республикалық олимпиада қорытындысы бойынша облыстық жасөспірімдер құрама командасы ең үздік олимпиадалық команда 2026 атағына ие болды. 2025-2026 оқу жылында зияткерлік жарыстарға қатысқан оқушылар 307 медаль жеңіп алды. 56-сы халықаралық, 251-і республикалық деңгейдегі марапаттар, 56 алтын, 86 күміс, 109 қола медаль. Қорытынды кезеңінде көрсеткен үздік нәтижелері үшін Павлодар облысының олимпиадалық командасы ең үздік олимпиадалық команда 2026 атағына ие болып, гран-при жеңіп алды. Аймақ басшылығы тарапынан жүргізіліп жатқан білім саясаты елімізде Павлодар облысының көшбасшылық бағдарын одан әрі бекіте түсуге ықпал етеді. Озат ой мен кемел білім елімізді тың мақсаттарға апаратын құдіретті күш. Бүгінгі білімді ұрпақ ел саясатын қолдап, қуаттап, өз белсенділіктерін танытумен келеді.